Musa пайғамбардың қиссасы. Musa пайғамбар дүниеге келерде оның елі Мысырда құлдықта болатын. Бір күні Перғауын қорқынышты түс көреді. Түсінде бір жалын жер дүниені шарпып келіп, Перғауынның үйін өртеп жібереді. Перғауын шошып оянып, көрген түсін бақсы балгерлерге жортады. Балшы: "Ей патшам, Мысырда биыл бір ер бала дүниеге келеді. Ол сені тақтан төңкеріп, патшалығыңды опат етеді" деді. Зәресі ұшқан Перғауын жаңа туған балаларды түгелдей өлтіруге әмір етті. Бұл кезде Ымранның әйелі Лауха да жүктеді. Лауха босана салысымен ұлын емізді де сандыққа салып дарияға ағызып жіберді. Ніл дариясында қалқып жүрген сандықты Перғауынның әйелі тауып алды. Қараса, ішінде әдемі нәресте жатыр. Баланың қылығы тәтті екен, түрі де сүп-сүйкімді. Оны көрген әйел адамның аналық махаббаты оянып сала беретін. Перғауынның әйелі Әсияның осы балаға жүрегі байланды. Оны қимай сарайда жасырын бақты. Осылайша Перғауын қанша сақтық қылса да, оны жоятын бала патша тағының дәл қасында өсіп жатты. Шебер Алла Мұсаны Перғауынның сақалының астында тәрбиелеген деген сөз осыдан қалыпты. Әсия бөпені емізетін сүт ана іздеді. Көп әйелінің емшегінен бір тамшы сүт тамбады. Тек Мұсаның туған анасы Лауханың ғана омырауы езіліп, сүт ана болып сарайға орналасты. Осылайша баласы мен анасы қайта табысты. Бала жасына қарамастан өте зерек, өте ширақ екен. Бір күні сәбиді Перғауын көріп қояды. Одан қауіптеніп өлтірмекші болды. Алайда әйелі ара түсіп: "Патша ем, шақалақ бөпе дұшпандықты біле ме? Егер одан қауіптенсең, сынап көрейік" деп бір табаққа алма, екінші табаққа көмірдің шоғын салып әкелді. Әсия: "Бала шынымен зерек болса, шоқты емес алманы алады. Ал егер ақмақ болса, шоқты ұстап күйеді. Зерек болса өлтір" деді. Бала алмаға қарай еңбектей жөнелді. Алманы алмақ боп қолын соза бергенде, Жебірейіл періште ұшып келіп, оның бетінен шапалақпен тартып жіберді. Бала кілт тоқтап, шоқты көсеп алып, аузына салып жіберді. Тілі күйіп, шар етіп жылап жіберді. Өлер жерін білмейтін ақмақ бала екен. Ақылды бала болса, алманы алу керек еді, деді Әсия. Перғауынның қаупі сейіліп, көңілі орнына түсті. Мұса мығым денелі ірі жігіт боп ер жетті. Бір күні ол құлдарды қамшымен сабап жатқан салықшымен ерексіп қалды. Екеуі төбелесіп, Мұса оны өлтіріп қойды. Ол жазадан қашып, Мәдина жаққа барып бой тасалады. Жолай бір құдық басында қой суғара алмай тұрған екі қызды көрді. Бұлар Шұғайып пайғамбардың қыздары еді. Мұса оларға жәрдемдесіп, қойларын суғарысты. Шұғайып пайғамбар Мұсаны танып, оған қошемет көрсетті. "Қаласаң, қызымның біреуін саған некелеп қосайын. Соның қалың малы ретінде маған 10 жыл қызмет ет, саған батамды берем" деді Шұғайып. Мұса келісті. Уағдалы мерзім өткен соң, Мұса кетуге рұқсат сұрады. Шұғайып бірден жібергісі келмеді. Мұса тағы да 2 жыл қой бақты. Содан кейін ғана барып, жұбайы Сапураны алып, еліне қарай жол тартты. Бір күні Тұр тауына жеткенде, оған пайғамбарлық қонды. Осыдан кейін Мұса қасына туысқаны Харунды ертіп, Перғауынға келді. Оған Алланың көмегімен көптеген мұғжизалар көрсетті. Бірақ Перғауын Құдайды мойындамай қасарысып отырып алды. Соның кесірінен Мысыр халқы көп бәлеге душар болды. Жаңбыр жаумай қуаңшылық басталды. Елді аштық жайлады. Бақа шаян қаптап, аспаннан шегіртке жауды. Мұса пайғамбар Мысыр шаһарында 20 жыл уақыт толассыз насихат айтса да, мұғжиза көрсетсе де, Перғауын өзін "мен Құдаймын" деп жариялап, қасарысып отыра берді. Хақ тағала Мұса пайғамбарға Мысырдан көшерде Жүсіп пайғамбардың табытын тауып,
qavmin түгел жинап, bir түнде өдере көшуге әмір берді. Мұса қаладан Жүсіп пайғамбардың табытын іздеп таба алмайды. Сол кезде оған бір әйел келіп: "Әй Мұса, Жүсіп пайғамбардың табытын мен тауып берем, бірақ бір шартым бар" деді. "Қандай шарт?" деп сұрады Мұса. "Алладан тіле, өлген соң жаннатта сенімен көрші болғым келеді" деді. Мұса келісіп, Алладан солай дұға тіледі. Мұса бір түнде қауымын жинап қаладан қашып шықты. Перғауын әскер алып соңынан қуа жөнелді. Қызыл теңізге тірелгенде ұлық Алла Мұсаға: "Асаңмен теңізді ұр" деді. Мұса теңізді ұрған кезде су екіге жарылып, барлығы арғы жағаға қарай ұмтылды. Перғауын бүкіл әскермен жарты жолға жеткенде теңіздің суы қайта жабылды. Самсаған қол қалың суға қарық болып батып кетті. Ұлық Алла Перғауынның бүкіл әскерін итбалыққа айналдырып жіберді. Ал Перғауын әупілдек деген құсқа айналып кетіпті. Мұса Бәйтіл Мұқаддасқа келіп зиярат жасап, Тұр тауына барып Алламен тілдеседі. Оған сол үшін Мұса Кәлимулла деген құрметті есім берілген. Ол Алламен сөйлескен деген мағынаны білдіреді. Осы тауда пайғамбарға Алладан Тәурат кітабы түседі. Тәурат кітабы қызыл жақұтпен қапталған еді. Ол 10 бөліктен тұратын. Әр бөлігінде 100 сүре, әр сүресінде 1000 аят болды. Бірақ Тәурат кітабы тым ауыр болғандықтан оны 100 түйеге теңдеген деген сөз бар. Мұса пайғамбар қолына алғанда кітаптың салмағы жеңілдейтін. Мұса пайғамбар өзінің халқын Тәурат кітабымен тәрбиеледі.